Барлықтарыңызға сәлем. Сіздер аю жер бетіндегі ең ірі жыртқыш екенін білесіздер. Бұл жануарлардың салмағы 100-ден 1000 килограммға дейін, ал бойы 1,5-нан 3 метрге дейін құбылады. Аюлар өте күшті және қайсар жыртқыштар. Жабайы табиғатта олардың іс жүзінде жауы жоқ. Олардың күшін, қорқынышты тырнақтары мен өткір тістерін аз да кім жеңуі мүмкін. Мұнда аю мен жолбарыстың айқастарын байқауға болады. Жолбарыстар ең үлкен мысықтар, және бұл жолбарыс аюдан ірі екендігін байқауға болады. Бірақ бұған қарамастан аю тайқымады және айқасты өзіне қабылдады. Олар бір-біріне өткір тырнақтармен және тістермен жұлып жатыр, бірақ ешкім берілгісі келмейді. Қандай да бір сәтте аю жеңілді және жолбарыс оны құлатты деп көрінуі мүмкін. Бірақ жоқ, аю сытылып шығып қайта мысыққа шабуыл жасайды және содан кейін ғана жолбарыс кетуді қалады. Өзеннің жағасында аюға әуестік танытқан жолбарыстың екі күшігі жақындады. Аю балаларға тиіспеді, бірақ кенеттен екі ересек жолбарыс пайда болды. Олар маймақ аюға шабуыл жасай бастады. Басымдыққа қарамастан аю тайқымады. Ол қолынан келгенше қарсылық білдірді. Соққыға соққы қайтарды. Жыртқыштардың биік болу үшін артқы табанына тұрды. Бірақ мысықтардың сандық артықшылығы жоғары болды. Аюға кетуге тура келді. Бірақ ол айқаста лайық қарсылық танытты. Ол аюлардың қарсылығы мен астамшылықтың артық дәлелдейді. Аю пумаға қарсы. Пума бұл өте күшті және қаһарлы жыртқыш. Бірақ аю мұнда мысықтан ірірек, ал ол артқы табандарына тұрған кезде пумаға қарағанда тіпті 3 есе үлкен болады. Мысық шабуыл жасауға тырысады, бірақ аю оның шабуылын жеңіп қайтарып, өзі айқасқа түседі. Пумаға кетуге тура келді. Аю өте жақсы аңшы болып табылады. Ол өзінен бірнеше есе үлкен жануарды құлата алады. Соған қоса, аюлар епсіз болып көрінеді. Іс жүзінде олар сағатына 55 км-ге дейін жылдамдыққа жетуге қабілетті. Мұнда аю кішкене бұзауы бар бизонға шабуыл жасап жатыр. Максималды жылдамдығы күшейтіп, ол өзінің құрбанына жетеді. Аю бұзауды ұстаған кезде үлкен бизон оған ештеңемен болса алмайды. Мұнда аю жабайы қабандарды аулап жатыр. Аю бұғыға қарсы. Бұғылар аюдың ірі болса да, әйтсе де жыртқыштар оларға шабуылдауы сирек емес. Мына бұғы қайсар болып шықты және бірнеше жақсы шабуылдар жүргізді. Бірақ аю әйтсе де күштірек болды және көп кешікпей бұғыны жықты. Мұнда бірнеше қасқыр бұланды жықты. Күтпеген жерден аю пайда болды. Ол қасқырларды жеңіл қуып жіберіп, олардың олжасын өзі иеленді. Ал мына жерде аю бір үйір қасқырларды кездестірді. Аю бірдеңе жеп жатқан және сол басқа жыртқыштардың көңілін аударды. Қасқырлар маймақтың олжасын тартып алуды шешті. Аю бірде-бір кез келген қасқырмен күресті жеңіп шығады. Бірақ бір үйір қасқыр бұл өте тәртіпке салынған түрде әрекет ететін бірыңғай ағза. Қасқырлар кездесіп аюға шабуыл жасап, тез қашады және аюға тездетіп кетуге тура келді. Поляр аюы барлық аюлардың ең ірісі және күштісі, және олар мождар ұйықтап жатқан аумаққа басып кіреді. Мождар аюдан әлде қайда күшті және ауыр, және олардың неғұрлым қауіпті құралы азулары бар. Бірақ жыртқыштың пайда болуы бұл жануарлардың арасында нағыз төбелең туғызды. Аю кезек-кезек біресе бір моржға, біресе екіншісі шабуыл жасайды. Қалғандары суға қашуға асықты. Адамның аюмен кездесу біршама жиі болады және көптеген жағдайларда адам үшін қауіпті болмайды. Мұна 3 аю жүргізушінің жолын жауып тұрғанын байқауға болады. Олардың біреуінде автомобиль қызығушылық тудырды және ішіндегі болғандарды барлығын өте күшті қорқытып, оны жақсырап зерделеуді шешті. Мұнда ұқсас жағдай, жүру бөлігіне автомобильде отырған әйелдерді қорқытып, аю шықты.
Велосипедтегі спортсмен орман жолдарымен бойы теуіп жүрген және тосын оның артынан қуа жөнелген аюмен кездесті. Қуғын бірнеше минут жалғасып, аю адамнан қалмады. Қандай да бір сәтте спортсмен велосипедін тастап, ағаштың артына тығылады және содан кейін ғана аю кетті. Аңшы арнайы алаңда ағашта отыр. Ол қабан немесе бұлаң аулауға жиналған сияқты, бірақ тосынан оған аю шықты. Ал бірнеше секундтан кейін аю аңшы отырған ағашқа тез шығып кетті. Жыртқышпен бетпе-бет болған ер адам не сезінгені белгісіз, ал аю аңшыға ешқандай зиян келтірмей тез түсіп кетті. Красноуфимск қаласы тұрғындарының бәрі осындай көріністі түсіруге үлгерді. Бүгінге осы. Каналға жазылыңыз, лайк басыңыз, видео туралы өз ойларыңызды жазыңыздар және әрине жаңа видеоны жіберіп алмау үшін қоңырауды басыңыз. Келесі кездескенше.